Қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін біз сіздермен ыстық күнде 5 минутта жоқ болатын дәм өте керемет салқын көже дайындайтын боламыз. Райхан қосылған ерекше дәммен видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін міндетті түрде. Әрі пайдалы, әрі шөліңді қандыратын, қарныңды тойдыратын керемет сусын. Дәл осылай суымызға жуылып тазаланған бидайымызды салып, және де үстінен дәміне қарай тұзымызды салып, баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Көженің ең маңызды жері бидайымыз таза пісіп, қоюланып, тамақтың қоюы тәтті дегендей, көжеміз қою болғанға дейін қайнатамыз. Сорпамыз кішкене қоюланғанға дейін. Сылдыр су болса, біздің көжеміз мүлдем дәмді болмайды. Бидай бізде жарты сағатта 20 минутта пісіп қалады бір қайнап шыққаннан кейін. Бірақ сіздер міндетті түрде 1 сағаттай қайнатыңыздар. Сонда сіздердің сорпаларыңыз міне дәл осындай күйде болып қою тартады. Бидайларыңыз езіліп, өзінің дәмін береді. Енді дәл осы бидайымызды міндетті түрде салқындатып алатын боламыз. Бөлме температурасында немесе салқын жерге қойып, холодильникке емес, әрине салқындатып, толықтай көжеміз суыған кезде ғана үстінен айранымызды қосатын боламыз. Мінекей, біздің көжеміз салқындаған, қою, өте әдемі болып шықты. Енді осының үстінен айран қосатын боламыз. Мен қолдың айранын қосамын, 2 литр айран қостым. Осылай қосардан алдын айранды жақсылап шайғап, әртігінің барлығын жақсылап тұрып, кетіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап беруге кеңес берем. Отбасыларыңыз, балаларыңыз сүйсіне жері сөзсіз. Мінекей осылай айранымызды шетінен қоса отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Қанша литр су құйғанымды, қанша бидай салғанымды описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Осылай бакалашкідегі айрандарымызды толықтай құйып аламыз. Мен 2 бакалашка, яғни 2 литр айран құйдым. 12 литр суға 2 литр айран құйдым. 12 литрім 11 литрдей болған шығар, қайнап, 1-1,5 литрдей тартылады міндетті түрде. Неге енді 2-ші бакалашкідегі айранымызды жақсылап шайғап қосатын боламыз. Дәміне енді айта алмаймын кереметтігін. Сусыныңды қандырады, қарныңды тойдырады. Өте керемет көже, салқын. Бұл көжеге райхан, алма, укроп қосыпты іше беруге болады. Қалауыңыз бойынша бұрыш, дәміне қарай қияр қоссаңыз да болады. Салқын көжеге өте керемет болады. Сусыныңызды міндетті түрде қандырады. Мен осылай бакалашкаға кішкене суынан құйып жіберіп, бакалашканы шайқап, айранды толықтай құйып алдым. Әрине бізде қазақта обал, сауап деген нәрселер бар ғой. Ысырапшылық ол дұрыс емес деп ойлаймын. Неге осылай жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде бидай көже жасап, отбасыларыңызды ыстық күнде қуантыңыздар, салқындатыңыздар деген бе. Неге, міне өте қою, дәмді көже. Дәмін айта алмаймын. Бұған енді мен ішіне райхан, яғни базилик қостым. Осылай базилик райханның жапырақтарын жуып, тазалап салып жібердім. Дәмі өте керемет болады. Бұл тұрып дәмі сіңеді, дәмі өте бір ерекше, әдемі болып шығады. Неге, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ешқандай көже сатып алудың да қажеті жоқ. Неге, дәмі өте керемет. Дүкеннен дайынын сатып алғаннан көрі қолдан жасағанға жететін нәрсе жоқ. Жалқаулықтан арылыңыздар.